Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бұл видеода біз алаяқтар жайлы сөз қозғайтын боламыз. Криптовалюта саласында жалпы өте алаяқтар көбейіп жатыр. Неше түрлі адамдар енді криптовалюта саласын бастап қызығып жүрген адамдарды көп жағдайда алдап кетіп жатыр. Алданбау үшін не істеу керек? Осы видеоның соңына дейін қараңыз. Мен сіздерге алаяқтықтың барлық схемасын осы жерде айтып беретін боламын. Жалпы сіз егер криптовалютаға қызығасыз, бірақ әлі ешқандай да криптоны білесіз, бірақ ешқандай да хабарыңыз жоқ. Сіз не істейсіз? Сіз ютубтан, телеграмнан неше түрлі ақпараттарды қарай бастайсыз. Ол жерде міндетті түрде алаяқтар көп жағдайда жүреді. Яғни информациялар орыс тілінде көбірек алаяқтар жүреді. Сол жақтарда сіздерге айтады, осындай стратегия берем, ақшаңды көбейтіп берем дейді. Бірінші вариант ол сіздің ақшаңызды көбейтіп берем деп шығады. Бізде осындай тауып жатыр, өзінің тауып жатқан ақша көп тауып жатқан видеоларын салып қояды. Сол жерде сіз ананы қарайсыз, отзывтарын қарайсыз, сіз де шынымен де сеніп, басында бір $100 беріп көресіз, сіздің $100 $150 қайтарып береді де, сөйтіп сізді қызықтыра бастайды. Сіз аласыз да сол кезде 2000 немесе $3000 деген сияқты, или біреулер $10,000 бүйтіп салып жіберіп жатады. То есть 50%, 20% көтеріп берем дегенге. Сөйтіп, просто так ақшаңызды біреуге беріп, олай алданып қалуға болмайды. Ешқашанда есіңізде болсын, ешкімге ақша салып бермеңіз криптовалюта саласында. Ары қарай жалпы одан да бөлек сіздерге стратегия сатамын дейді. Екінші мәселесі, стратегия деген ол жаңағы трейдинг. Яғни сіз өз ақшаңызды, өз биржаңызды сала бересіз, бірақ ол жерде айтады, мен ол прогноз секілді болады, осындай биткоин көтеріледі деген сияқты сізге информациясын ғана сатады. Ондай алаяқтарында түрі көп. Және де тура соған сәйкес қазір арбитраж саласы өте трендте тұр, сондықтан да арбитраж саласына связкалар сатамыз дейді. 10%, 4%, 5%. Негізі ондай процентте связкалар мүлдем жоқ. Бар болса да, ол жаңағыдай өзінің проблемасы бар. Ликвидності төмен, яғни сатып алушы адамдар аз. Мысалы, бүгін сіз 100,000 теңгеге сатуға қойсаңыз, ол сізде бір аптадан кейін өтуі мүмкін да, бірақ связка 10% беруі мүмкін. Сондай 10% деген сияқты сіз оған қызығып кетіп барып сатып алып жатасыз. Ондай нәрсеге сенбеңіздер. Арбитражда ары кетсе 1-1,5% потолок ол жақсы беріп тұрған кезде одан артық бермейді, естеріңізде болсын. Одан да бөлек жалпы Binance'тың ішінде сол арбитраж жасап жүрген кезде көп адамдар треугольникқа түсіп қалады. Яғни сіздер, например, USDT-ді сатып жатқан кезде, не болмаса сатып алып жатқан кезде, сіздер, сатып жатқан кезде сіздер USDT-іңізді сатып жатасыздар, ол сізге басқа бір адамнан келіп түседі. Сол кезде оны қабылдамау керексіздер. Егер қабылдап қойсаңыздар, сіздің USDT-іңіз жаңа адамға барады, а ол басқа адам, ол ертең мен ақшамды жібердім деген сияқты талап етеді. Неге? Өйткені жаңа ортадағы отқан, сіз USDT сатқан адам, ол алаяқ болуы мүмкін. Яғни үшінші адамға телефон сатам, басқа сатам деген сияқты айтқан болуы мүмкін. Ол кісі реквизит жібер деп сұраса, сіздің реквизит бере салады, сөйтеді да екі ортада оны телефон сатам деп алдап кетеді, сізді USDT-ге ақша аударып бердім деп алдап кетеді. Жалпы бұл туралы толық видео мен ютубқа салып қойғам, оны кәдімгідей сызып көріп алсаңыз болады. Жалпы одан кейін бізде скам биржалар арқылы алдайды. Скам биржа деген мысалға сізге айтады, осындай 10%-тік связка, сіз маған ешқандай ақша төлемей ақ қойыңыз, кейін от души бересіз деген сияқты, сондай өзінің несін айтады. Сіз соған сенесіз, сізге айтады, бірінші Binance'ға ақша сал дейді. Binance ол уже сенімді биржа. Сіз ақшаны саласыз, оған дейін бәрі нормальный болады. Одан кейін сізге айтады, өздерінің биржасы болады. Мысалға, даже олар Binance биржасының көшірмесін де жасап алады ол алаяқтар. Сөйтеді да бір биржа, белгілі бір биржаны жасайды. Сөйтеді мысалға биткоин деген бір биржа жасап алады. Сол биткоин деген биржаға сізге айтады, осындай бір лайткоин деген монетаны сіз сол биржаға жібересіз, сол биржадан сатасыз. Сол кезде спред
10%. Сіз сол биржаға тіркелесіз, қарайсыз, шынымен де спред солай жүріп жатады ана жерде. Бірақ сіз Binanceға ақша салдыңыз, блокчейн арқылы келесі бір биржаға жібердіңіз, сол биржаға түскеннен кейін не болады? Уже сіз ол жерден ақшаңызды шығара алмайсыз. Сіз сосын енді басында былай болуы мүмкін, бағана бірінші айтқандай, сіз $100 салып көруіңіз мүмкін, $100 $120 шығарып алуыңыз мүмкін, да, например. Это уже нормально. Сіз уже ана биржа жұмыс істеп тұр деп ойлайсыз. Бірақ ендігі деңгейде уже $2000-3000 салған кезде уже шығара алмай жатасыз. Неге? Өйткені ол биржа скам, яғни өздері қолдан жасап отыр. Ол биржа ешқандай жерде түбінде тіркелмеген. Сондықтан да абай болу керек. Яғни ол жерде сөйтіп мысалы $2000 тұрып қалса, сосын сіз оған жазасыз. Олар айтады, типа, бұл жерде сіздің комиссияңыз дұрыс емес, комиссияңыз дұрыс болмай тұр, и осы комиссия төлеу керек деп ше. Сізге тағы бір 200-300 мың теңге комиссияға салу керек. Сол кезде комиссияңызбен бірге қоса шығара аласыз деген сияқты. Осындай монетада болу керек деп. Тағы бір монетаға 200-300 мың теңге салдыртқызып жібереді. Сіз саласыз. Неге? Өйткені ана сал қойған тағы 2-3 мың долларды сіз алу керексіз, иә? Сол үшін де сіз саласыз. Поэтому оны саласыз, одан кейін сіз тоже шығара алмайсыз, тағы сізге айтады, осындай процентінің осындай бір мелкий суммасы жетіспей қалған, енді сол үшін техподдержкаға жаз дейді, болмаса техподдержкаға жазасыз, осындай адам мені алдады, либо бірдеңке деген сияқты. Олар айтады, ойбай, сізге көмектесеміз, осындай істейміз, бірақ сіздер мына монетаға ақша салуларыңыз керек деген сияқты. Либо болмаса, белгілі бір тағы да бір проценттер айтады. Өздерінің неше түрлі тактикалары бар. Сөйтіп айтады да, сіз оған тағы да саласыз, жаңағыдай 100 мың теңге болуы мүмкін, 50 мың теңге болуы мүмкін. Сөйтіп саласыз, соның айтқаны бойынша сөйтесіз де жаңағыдай полностью жаңағыдай одан ала алмайтыныңызды түсінесіз. Сөйтіп алданғаныңызды түсінесіз, сөйтіп бір 2-3 ай арадан уақыт өтеді. Уақыт өткен кезде сізге бір юристтар өзінен өзі хабарласа бастайды. Осындай биткоин деген биржаны біз таптық, ол жерде алаяқтар өте көп жұмыс жасаған екен, алданған адамдардың барлығын біз қазір хабарласып жатырмыз осындай, и сіздердің ақшаларыңызды алып бере аламыз. Сіздер бізге подробный информацияның барлығын беріңіздер, қалай салдыңыздар, не істедіңіздер, барлығын жіберіңіздер, және де біздің услугамыз бар деп айтады сіздерге. Сол услуганы төлеген кезде ғана біз сіздерге көмектесе аламыз дейді. Сіз ананы юристтарды қуанып кетесіз, ол юристтар типа международный юристтар болады. Сөйтесіздер, сіздер не істейсіздер? Ол негізі ол юристтар емес, жаңағы алаяқтардың екінші, үшінші этаптары, былайша айтқанда. Сөйтесіздер, сол юристтарға сіз ақша бересіз. Ойбай, менің ақшамды бер деп. Оның услугасының өзі бір 200 мың теңге тұрады. Сіз оны қалай да бағана ақшалардың бәрін алу үшін не істейсіз? Қалай да біреуден кредит алып болсын, бүкіл ақшаңызды саласыз. Сөйтіп, осылай этап-этабымен бұл жақта алданып қалып жатады. Сөйтіп не дейді адамдар? Криптовалюта саласы өте жаман, алданып қаласын емес, өтірік деген сияқты айтып жатады. Негізінде осы жерде біліміңіз болатын болса, ешқашан алданбаушы едіңіз. Шынымен де ақша табушы едіңіз. Осындай этап-этабымен жалғасып кете береді. Және де сізге мынандай түрі бар. Сізге мысалы Binanceға тіркелгеннен кейін сізге тура сондай Binance'тан хабарласады. Binance.com Binance01.com болуы мүмкін. Или Binance B деген просто бір әріпі ғана ауысқан болуы мүмкін. Или точка нижний правиль деген сияқты сайтын обязательно қараңыз. Ровно болмайды. Сөйтеді, тура сол Binance секілді платформа жасап қояды. Сіз анаған типа ойбай Binance'тан осындай сіз қауіпсіздік мақсатында кодыңызды ауыстыруыңыз керек деп SMS жібереді сізге поштаңызға. Сөйтесіз, сіз анаған бірден кіріп қаласыз, кіріп қалған кезде міндетті түрде сайтына қараңыз. Егер сайты жаңағыдай какой-то бір әріп ауысып кеткен болса, онда ешқандай нәрсе жазбаңыз. Егер де сіз оған бірден жаңағыдай Binance-тың паролін ауыстырам деп жаңағыдай өзіңіз теріп, өзіңіздің старый пароліңізді и жаңа пароліңізді тересіз ғой. Яғни сіздің полный ана жерде пароліңіз қалып қойды. Ол скам биржа. Ол жерде ана жақта айтишниктер сіздің пароліңізді, данныйыңызды бәрін көріп отыр деген сөз. Сізді алады да өзіңіздің биржаңызға сол жақтан өзінің компьютерларына кіреді да сіздің ақшаңызды алып шығып кетіп қалады. Бұл да бір алаяқтықтың түрі.
осындай да түрлері бар. Және де неше түрлі жаңағыдай кошелектер арқылы алдайды. Осындай кошелекқа жіберуіңіз керек. Не болмаса сіздің кошелегіңізге жаңағыдай осындай кошелек ашыңыз деп айтады. Сөйтеді да сол кошелекке сізге $2000, $3000 или болмаса $10,000, болмаса бір $500,000 салып жібереді. Осындай біз қайырымдылық қорынан бірдеңкеден ақша аудардық, осындай себеппен байқамай аударып қойдық деген сияқты неше түрлі өздерінің айласы бар. Сөйтеді да бұл ақшаны сіз шығарып беріңіз, бірге бөліп алайық дейді сізге. Бірақ бұны бөліп алу үшін жаңағыдай өзіңіздің белгілі бір процентті салу керек мына жаққа деп ше. Сондай неше түрлі нәрселерді айтады. Оны тек қана сіз ғана сала аласыз, біз сала алмаймыз деген сияқты. Біз сізге көрсетеміз қалай салу керек екен деген сияқты. Сондай неше түрлі жолдарын айтып алдап кетіп жатады. Осындай алданып жатқан адамдар өте көп. Сондықтан да мен осы видеоны сіздерге арнап жалпы салып жатырмын. Жалпы қорытындылай кететін болсақ, ешқандай да жаңағы телеграмнан болсын, инстаграмнан болсын, ютубтан болсын, жаңағыдай неше түрлі ойбай осынша процент табыс табамыз, үйтеміз, бүйтіп адық дегенге бірден жүгіріп бара салып ақшаңызды салып тастауға болмайды. Міндетті түрде зерттеп қараңыздар, зерттеңіздер. Және де осындай криптовалютада пирамидалық түрлері бар. Яғни пирамида арқылы осындай кәдімгідей криптаны ашады, олар шынымен биржада ұстайды. Пирамида жаңағыдай сетевой маркетинг сияқты сол жақта ақша жинап бір күні бүкіл ақшаны шешіп алып жоқ болып кетіп жатады. Именно криптовалюта саласында алдап кетеді. Сөйтеді де адамдар ойбай криптовалютасы жаман деген сияқты. На самом деле сіз егер біліміңіз болып кіретін болсаңыз, бұл жақтан өте жақсы пайда, жаңағыдай пассивный доходтар, инвестициялар неше түрлі. Сіз ешқандай жаңағыдай қалай айтсам болады, пирамидаларға кірмей-ақ биткоин сатып алып, не болмаса биткоин сияқты монеталар сатып алып, өзіңіз биткоин емес, жалпы биткоин сияқты өте мықты монеталар қазір шығып жатыр. Сондай монеталарды кәдімгі официальный биржада сатып алып, кәдімгі үлкен табысқа шықсаңыздар болады. Сондықтан да просто так біреудің айтқанына барып жүгіре салып, қарай салып не істеуге болмайды. Міндетті түрде зерттеп, бір адамнан емес, бірнеше адамнан жан-жақты зерттеп қараңыздар. Естеріңізде болсын, бірден никак ешкім сізге бір көп ақшаны бірден бере салмайды. Ешқандай биржа, ешқандай нәрсе сізге топ етіп аспаннан жаумайды. Ол уақыт өте жаңа инвестиция арқылы басқа да жағдайлармен бір үлкен себептермен келуі мүмкін, уақыттармен әрине. Бірақ ол бірден сізге никак өйтіп 10%, 20% деген нәрсе болмайды. Соны естен шығармаңыздар. Ары кетсе 1% болуы мүмкін. Биржада болсын, басқада болсын. Жаңағы енді торговля бар, енді жаңағы спотовый торговляда сіздер жасайсыздар, оны сіздің анализіңізге қарап, кейде жақсы пайда береді, жаңағыдай 10% деген сияқты да. Ол бірақ сіздің ол жерде біліктілігіңізге байланысты. Ол өзіңіздің жасауыңызға байланысты. Бірақ оны тура сондай, ойбай, мен действительно 10%-тік стратегия беремін. Ол жақта стратегия деп атайды. Стратегия берем десе, оған сенбей-ақ қойыңыздар. Ол стратегия бірде бар, бірде жоқ нәрсе. 100% мынау постоянно жүріп тұрады деген стратегияны ешкім, ешқандай әлемде эксперт айта алмайды. Ол ситуацияға байланысты өзгеріп отырады. Оны сіз өзіңіз примерно жасай аласыз, өзіңіз де жасай аласыз. Кішкене біліміңіз болса болды, өзіңіз де есептеп тура сол сияқты жасай аласыз. Сондықтан да айтарым, бірінші полный зерттеп алған дұрыс. Яғни барынша егер мүмкіндігіңіз болып жатса, егер ақшаларыңыз болып жатса, бірінші білім алып алғандарыңыз дұрыс. Өйткені сіз білім алмасаңыз да, егер бәрін жан-жақтан қарайтын болсаңыз да, сіз сол бір ақшаны бәрібірде бір жерге жай ғана жаңағыдай 200 мың болсын, $2000 болсын, просто так әшейін бір нәрсені білмеудің кесірінен сіз просто так алданып қалуыңыз мүмкін да. Мен хотя бы осы нәрседе алданып жүрген адамдар өте көп, маған инстаграмға жазады, солар алданып қалмасын деп осы видеоны салып жатырмын. Жалпы алдағы уақытта бұдан да көп алаяқтықтың түрлері шығып жатса, жалпы естіп жатсам, және де оны да бөлісіп отырамыз. Сондықтан да маған тіркеліп алыңыздар, міндетті түрде келесі шығатын видеоларда күтіп жүріңіздер. Мен сіздерге өте көп пайдалы ақпарат айту ниетінде осы YouTube каналды ашып отырмын.